Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге гарнирі күріштен еттен парлив жасайтын боламыз. Егер де менің рецептерім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау шалды басуды ұмытпаңыздар. Етімді турап алдым. Менде свежий ет парлив үшін. Қазанға майымды құйып, етті шамалы бұқтыра отырып қуырам, тұз салып. Етті шамалы болып болғаннан кейін отын көтеремді қаттырақ қуырып, пиязымды салып, сәбіз, болгар бұрышымды салып, оларды айналдырып қуырып, дәміне қарай бұрыш салам. Сөйтіп өз соғында бұқтырам. Гарнир үшін табамызға азғантай май құйып, күрішті жуған күрішті салып, қуырып аламын ең алдымен. Қуырып алсам, ол езілмейтін, шаштай әдемі болып шығады гарниріміз. Сөйтіп қуырам майға. Шамалы қуырғаннан кейін, қатты жанып кетпеу керек. Шамалы қуырылғаннан кейін қайнаған су құйып, тұзын салып, дәміне қарай 15 минутқа бұқтырып қоятын боламын. Қазір қайнаған су құйдым. Енді су шамалы тартылғаннан кейін күрішті ортасына таман жинап, бетін 15 минутқа жауып қойсам, күрішім шаштай болып пісетін болады. Гарнир сосын дайын. Міне пісті гарниріміз, күрішіміз әдемі болып тұр, шаштай болып. Достар, міне тамағымыз дайын. Егер де менің рецептерім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, коммент жазып, қоңырау шалын басуды ұмытпаңыздар.